Балалар, биыл мамандықтар жылы екен. Мен көптеген мамандықтарға байланысты қызықты ойындар алып келдім. Сол ойында барлығымыз бірге ойнаймыз ба? Әр адам, балалар, мамандықты қалауынша таңдайды екен. Сол мамандықтың қыр-сырын білу үшін, балалар, экранға назарымызды аударайық. Сәлем, мен құрылысшымын. Үйлерді, мектептерді, жолдар мен көпірлерді саламын. Менің жұмысым арқылы адамдар жылы үйде тұрады, жайлы өмір сүреді. Балалар, біз экраннан барлық мамандарды көрдік, барлық мамандардың қыр-сырымен таныстық. Маман болу үшін үлкен еңбек керек екен. Ол үшін білім алу керек. Балалар? Ал енді мен сендерге көңілді шеңбер ойынын алып келдім. Сол дыбыстан келетін маман иесін айтып береміз. Және соған байланысты тақпақ айтамыз. Ойынды бастайық. Ахмат, саған қандай дыбыс келді? Қ дыбысы келді, Қ дыбысынан қандай мамандықтарды білесің? Жарайсың. Құрылысшы туралы тақпақ білесің ба? Айта қойшы. Елден ағыс алатын өскен кезде ер болам. Сәнді үйлер салатын құрылысшы ер болам. Жарайсың. Аяру, саған қандай дыбыс келді? Д дыбысы. Д дыбысы келді. Д дыбысынан қандай мамандықтарды білесің? Дәрігер. Дәрігер, өте керемет. Мен көзіне әйнек тағам. Сондықтан өскенде мен дәрігер болам. Өте керемет. Мен шөтші боламын, дәндеде салам. Марапатқа ие болып орын алам. Жарай. Балалар, барлықтарын керемет мамандықтар туралы тақпақтарыңды айтып беріңдер, Өте тамаша. Және мамандықтарына байланысты дыбыстарды да біледі екенсіңдер. Балалар, болашақта сендер қандай маман иесі болғыларың келеді? Ахмат, сен қандай маман иесі болғың келеді? Полиция. Полиция қызметкері болғысы келеді екен. Аяру, сен қандай маман иесі болғың келеді? Дәрігер. Аяру дәрігер болғысы келеді. Өте тамаша. Әли? Солдат. Солдат. Әскери қызметкер болғысы келеді екен. Ел қорғайтын. Өте тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, біз әр мамандықтар туралы ойындар ойнайық. Мамандықтар әлеміне саяхат жасайық, саяхат жасайық. Мамандықтар әлемімен бірге танысайық, бірге танысайық. Ауырды ма тісің, ауырды ма ішің? Сені емдеп жазу, бұл менің жұмысым. Ауырды ма тісің, ауырды ма ішің? Сені емдеп жазу, бұл менің жұмысым. Себебі мен дәрігер. Біз бүгін көптеген мамандықтар туралы ойындар ойнадық. Келешекте сендерге үлкен мамандық иесі болуларыңды тілектеспін. Сендерге ойын ұнады ма? Олай болса, мамандықтар еліне саяхатымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Мамандықтар әлеміне саяхат жасайық.